Үлкеннің жолын кеспе. Бірде Әзіреті Әли жолда келе жатқан бір шалдың алдынан менсінбей кесіп өтеді. Оны көрген Мұхаммед пайғамбар Әлиден: «Әли, қарттың алдын неге кестің?» деп сұрайды. Сонда Әли: «Ол кісі мұсылман болмаған соң, ондай құрметке лайық көрмедім» дейді. Пайғамбар: «Әли, есіңде болсын. Үлкен кісіге құрметі жоқ адамды Тәңірі Тағала да сүймейді. Ол мұсылман болмаса да, сақалының ақтығы сенің бәсіңнен артық болу әбден мүмкін. Бар да одан кешірім сұра» дейді. Әли қайтып келіп қариядан кешірім сұрайды. Ол: «Неге кешірім сұрайсың?» деп қайран қалады. «Мен тәкаппарлықпен жолыңызды кесіп өттім, сізді менсінбедім» дейді. Сол кезде қария Қызыр бабаға айналып: «Әли, мен сені сынап едім. Егер артыңа қайрылмай кете бергеніңде тәкаппарлық сені тозаққа түсірер еді» дейді. Әлидің өзін жеңе білетін батырлығына риза болған Қызыр баба оған батасын береді. Әли бір апаттан аман қалғанына шүкіршілік айтып, пайғамбарға келеді. Сонда пайғамбар: «Әй Әли, мен саған ол қарттың сенен бәсі артық деп айттым ғой. Бұдан былай үлкеннің алдын кесуші болма» дейді. Пайғамбардың бұл сөзі қауымға тез таралып, келе-келе көркем сүндеттерінің бірі болған екен дейді.